Наставник Алматыдан келді. Аха. Қайырлы күн. Есімім Фарида, жасым 54-те. Бескрижадан емделгеннен кейін дәрісіз 8 жыл бойы қатты қиналдым. Жаңағы Ташкент пен Бішкек белге 4 болт қою керек деді, темір. Соның бәріне грижа. Аха, остеопороз 3-ші стадия. Сүйектің арасынан сұйықтық азайып кеткен ғой. Артрит, артроз, полиартрит, одан бөлек 15 диагноз. Ол білесіз ғой, біреуі басталғаннан кейін. Жылда гормональный ішесінде жылда қосылады, зоб қосылды, хронический бронхит дейді, пилонефрит дейді, бүйректің аяқ қолының тартылуы, енді түсінікті ғой, сүйекте мәселе болып тұр да. Давление айына бір 20 рет шақырасың ғой, жаңағы жедел жәрдемші. Семіріп кеткенсің 87 килограмм. Содан нәтиже алғаннан кейін дәрісіз осыны тұрақты шыдамдылықпен пайдаланып, бүкіл бұл өнімдердің ең бір қасиеті бізде қатып қалған зиянды құрттар бар да. Әр ағзада өз үйіндегідей отырып алған. Немесе бұл айтқанда пайдалы құрттар бар. Сол зиянды құрттарды қатып қалған, солар тірілтіп шығаратын жалғыз өнім әлемдегі. Ол табиғи тірісу, мына әлемдегі жалғыз табиғи тірісу, мына ішіндегісі мынадай. Мына кішкентай құтыда бүкіл әлемнің ғалымдары осының сырын біле алмай әуре. 1968 жылдан бастап 48 ғалым 9 алпауыт елден шығарылған. Сол жаңағы зерттеу жұмыстары біздің Қазақстанмен байланысты, себебі 189 өсімдік сығындысының 70%-ын Қазақстан жерінен алады, 5 континенттің ше, және 70% ғалымдар біздікі болады 20-шы ғасырда. Сөйтіп 21-ші ғасырда бұған біраз уақыт ақша бөлінбейді, СНГ бөлінді, білесіз, егемендік ел алдық. Сондай кезде бұл көп жылдар бойы жатып қалады неде, лабораторияда. Осыны ары қарай дамытып жетілдіріп 2005-тен бері 2018-де нарыққа шығаруда, білесіз, ғалымдарда онша ақша жоқ. Завод тұр, дайын, бірақ ақша болмағандықтан оригинал сетевой компания бар, елдер шатастырмау керек. Табиғи оригинал компания бар. Тура сондай сетевиктар, осы долларовый миллионерлар, қазақтың қыз жігіттері осы өнімдерді нарыққа шығару үшін консилиум жасап, ғалымдармен келісіп, бірге компания құрып, осыны нарыққа шығарды. Дәріханаларда бұлар сатылған, өте қымбат болған. Дәріханадағы мысалға сатушы бір 150 мың байлық алады ғой, оған қызықты емес қой, не екенін, ол не бар, соны сатады. Ал бұл сонда түсінеді, сетевоймен ғана елге тарайтыны. Мен сияқты ауыздан ауызға айтады да, грижамды айтамын ғой енді елге мен. Қаншама ел көрді ғой менің таяқпен жүрген, тіземен жүргенде белімді нишкеге байлаған, астынан дәретімді алып жатқанда класстастарым келген үйге мысалға да. Көзің жаудырып үлкен әкең, шешең саған қарап жатады да, әкең дәріңді беріп, шешең астынан дәретіңді алып, балаларың жәутеңді. Сондай кезде класстастар осы менің нәтижемді көргесін, барлығы 8 қыз бір күнде өнімдерді алды. Шыны керек, қарыз қалды менен. Мен қарыз көтеріп, мен әпердім, себебі біздің неге сондай жағдайға жеттік дегенде қарасаңыз, бәрімізде де әйтеуір шүкір, бір үйіміз бар, әйтеуір бір шубамыз бар, бір алтынымыз бар, көлігіміз бар, бірақ денсаулыққа не қылмайды екенбіз да. Соңғы әбден шаруам біткенде мегабайтта орын жоқ та, ас тойлап жүреміз, тойларға барамыз, көйлек киеміз, денсаулықты соңына қалдырып қояды екенбіз. Сондықтан енді біздің мақсатымыз, әрқашанда айтамын, қыздарға, біз қыздардың миына сол гигабайт құюымыз керек. Осы табиғи тірісу бүкіл өнімдердің ата бабасы.